Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге осындай әдемі жилеткасы, шалбары, мынандай галстугі бар. Бұны сіздерге үйретіп отырғаным қазіргі таңда садиктегі 6 жасар балдардың выпускнойлары болайын деп жатыр. Сіздер де осыны үйреніп алып, өздеріңіз пішіп, тігіп берсеңіздер болады балдарыңызға. Мені қазір мен көрсетемін. Мені жилеткісі астарлы. Астарыман жилеткісі. Мына бабочкасы мойына тағатын. И мені шалбары. Шалбарын көрсеңіз, мінекей өте әдемі. Мінекей алды. Мына жерде обманка түйме қадайтыны бар. Бірақ түйме қадалынбайды. Белі резинкамен тігіледі. Мінекей арты. Мынау алды. Мені осыны сіздерге қазір осы шалбардың қалай пішілуін үйретемін. Қыздар, қазір біз мынандай 6 жастағы баланың размерін алып отырмын. Бөксесі 38, ұзындығы 65, балағы 16. Сәл толықтау бала. Мінекей осыны қазір мен сіздерге қалай пішуін көрсетемін. Ол үшін біз бірінші ұзындығын алып аламыз. Мінекей ұзындығын алдық. 65 сантиметр еді. Біз балағына қосамыз. 2 сантиметр жетеді. Мінекей бұны біз бұлай сызып аламыз. Міне сызып алдық балағын. Енді мына жерге жазып қоямыз. 65 қостым 2 сантиметр қайтаруына. Енді біз мына бөксесі керек 38 сантиметр. Мінекей 38-ді алып бүктеп, бұны осылай саламыз. Және мінекей осылай сабаламыз. Және өш жерден белгілеп аламыз. И мына жақтан да солай белгілеп аламыз. Мінекей біз белгілеп алдық. Тура шаршы болды. Сонда 38 бөлеміз 2-ге. Міне қада 38 бөлеміз 2-ге. 38 бөлеміз 2-ге. И мына жағада 38 бөлеміз 2-ге. Міне осындай шаршы дайындадық. Қазір біз бұны сызып аламыз. Мен мына астыңғы жағын көбірек сызамын. Мына жағын тура осы шаршыман сызып шығамыз. Міне қыздар, керемет квадрат болды. Енді бізге мына жерден 5 сантиметр аламыз. Бұл бұтының арасы. Міне 5. Мерге жазып қоям 5 сантиметр. Мұқият қарасаңыздар өте жеңіл. Енді осы бұрышты бүйтіп бөліп аламын. Бұл жерден біз 2 сантиметрдей бұлай шығарып аламыз да. 2 сантиметр. Сөйтіп бұны бұлай қосамыз. Міне. Бүйтіп, мұна жағы 7 сантиметрге шейін қосып аламыз. Мені қостық. Мен терес сызықпен қостым. Қате болса түзеуге оңай болу үшін. Мені мұна жерге келгенде біздікі 7 сантиметр болды. Мұна жерден мұна жерге шейін. Мені. Енді бұлай қарай біз сол 4 сантиметрімізді алып жоғары қарай сызып аламыз. Мына жерді бұлай қоса саламыз. Бұл жерде бізде түйме болады. Мінекей жоғары жағының бәрі бітті. Енді біз осы жерді бұлай қойып, шалбардың үтіктейтін стрелкасын табамыз. Оны осылай қойып, мына жақтан да алып алам.
түзу шығу үшін. Мына жерден де алып аламын. И мына етек жағынан да аламыз бұлай. Енді осыны қосамыз. Осы нүктелеріміздің бәрін қосып аламыз бүйтіп. Міне қосып алдық. Осы жерде бізде стрелка дейді, үтіктейтін жеріміз. Енді міне балағымыз біздің 16 сантиметр. Мына жерден 16-ны алып, екі бүктейміз да мына жерге саламыз. Мінекей. Мынадан салып, мынаны ашамыз. Мұқият қарасаңыз түсінікті. Енді бұл точкаларды қосып аламыз. Міне бұтын арасындағы точкаға қосамын. И мінекей, мына бөксенің қасына қосамын бұны да. Міне біздің шалбарымыз шықты. Енді бұған ешқандай запас алмай, біз бұны қырқып аламыз. Шалбарға еш уақытта ешқандай запас керек емес. Тек мына сызған сызығымыз қалып тұрса болғаны. Мінекей мен осылай қырқып алдым. Енді мына бұтының қасында бұлай қырқып тастаймыз. Мінекей осындай бізде шалбардың алды шықты. Енді біз арқа бөлігін көрсетемін қазір. Енді біз мына алдыңғы бөлігін қою арқылы матаға, қағазымызға бірінші лекал дайындап алайық. Мінекей үстіп қоямыз қағаздың ортасына. Енді қарап тұрсаңыз, бірінші мен мына жерінен 5 сантиметр алып қосамыз. Міне мынадан. Мына түзумен түзу болып сызылу керек бұл. Мінекей осы жерден біз 5 сантиметр алып аламыз. Міне біздікі тура шықты. Меріміз 5 сантиметр. Енді мынадан, мынау 7-ден бұлай сызып, мынаған қосып аламыз. Мінекей қосты. Енді мына осы түйменің қасынан мінекей мына түйменің қасынан біз бұлай қарай және 5 сантиметр аламыз. Міне 5 аламыз. Бұл жерден де 5 сымы, төбеге қарай 4 аламыз. Мінекей осы тұстан аламыз 4-ті. Сөйтіп бұны сызып аламыз. Міне бұл жер 4 сантиметр болды. Енді мынаны осы жаққа қойып, бұлай сызып аламыз. Бұл жерден де біз 5 сантиметр алып аламыз. Мінекей 5 сантиметріміз мынау. Мына жерден 1,5 сантиметр. Мына жерден де 1,5 сантиметр аламыз. И және мына балағынан 1,5 сантиметр. Енді бұл точкаларды қосамыз. Мінекей мына шеттен қосамын қазір. Мына 1,5, мына 1,5-ға қосып аламын бүйтіп. Енді мына 5 сантиметріме қосып аламын. Мінекей, енді біз
мына бетін де солай қосып аламыз. Міне бұяғын қосып алдық. Енді біз мына 5 сантиметр мынаны мына 4-ке қосамыз. Міне қосып алдық. Енді біз мына 7 менен мына 4-ті қосамыз. Қазір мен мынаны сәл ала тұрамын бұлай тартып. Міне енді осы мына точканы мына 4-тің ең жоғарғы жағына қоса саламыз. Міне қарап тұрсаңыз, бізде шалбардың арты шықты. Бізде бұл бала біраз толықтау бала болғаннан кейін, әркімкі біреулерге 35 сантиметр, 33 сантиметр болады. Міне осылай арқасында сызып алдық. Енді бұны біз кесіп аламыз. Ешқандай запас қоймаймыз. Мына арқа бөлігі, мына алдыңғы бөлігі. Тіккен кезде, мына бұлай қойып тігеміз, тура шығады. Кейін мынаны алып, тігу барысында көрсетем, мынаны алып, мынақа тігіп шығамыз. Мына бәрі өзіне бір қалыпты болып тұр. Мына стрелка дегенім, қазір өшірден көрсетейін сіздерге. Бұл үтіктеген кезде осылай. Мінекей үтіктеген кезде осылай тұрады бұл. Мына жағы да тура солай болу керек. Міне үтіктеген кезде бұл да осылай тұрады. Мінекей екеуі бүйтіп жалғанған кезін көрсетейін. Бүйтіп жалғанған кезде міне осылай жалғанады. Мына бұтының арасы нерге түйме тігіледі. Мына осылай оңай түрінде пішіп аласыздар. Бұл 6 жасар баланың өлшемімен алып отырмын.